Al ballar, sindiriге қазір Қазақстан ұлттық ойынына ата-бабамыздан мұра болып келатқан Қазақстан ұлттық ойынына қанталапай деген ойын ойнаймыз. Жарай ма балдар? Ойынның шартын түсіндірейін. Дорбаның ішінде 21 асық болады. Оның ішінде ерекше қызыл асық болады, қараңдар. Қызыл асық болады, ерекше болады. Осы 21 асықтың ішінде қызыл асық ерекше болады. Осыны ортаға шашамыз. Қызыл асықты кім алады, қанталапай деп айқайлаймыз. Жарай ма? Түсіндіңдер ме ойынның шартын балалар? Ондай болса ойнаймыз ба? Жарайсыңдар балалар. Қазір мен ортаға асықты шашамын, сосын қызыл асықты алған адам қанталапай деп айқайлаймыз. Жарай ма? 1, 2, 3. Жарайсың балалар, жарайсыңдар, кім қанша асық алды? Жарайсыңдар. Тағы да ойнаймыздар балалар? Әкеліңдер. Ондай болса дорбаға асықты саламыз. Ойын қызық екен? Жарайсыңдар балалар, әкеліңдер. Қазір мен саламыз ортаға. Дорбадан асықты шығарамыз, шашамыз. Тағы да ойнаймыз, Жарайсыңдар балалар. Ал, дайындаламыз. 1, 2, 3. Ал, балалар, бүгін бізді қанталапай ойынның жеңімпазы Әмір. Әмір бір емес бірнеше мәрте қан асығын ұтып алды, жеңіп алды, Әмір, жарайсың, өте шапшаң қималайды екенсің, епті екенсің. Ал, балалар, Әмірді құттықтап қоямыз. Балалар, қанталапай ойын ұнады ма сендерге? Жарайсыңдар. Балалар, осымен ойын аяқталды. Сау болыңдар, Сау болыңдар.